Сәлем достар. Дәрежені көбейту және бөлуге арналған есептердің екінші видео сабағы. Енді 1/52 есепті қарастырайық. Бірінші не істейміз? Көбейтінді беріп тұр, жақша тұр. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Яғни аны 12 дәрежесін бөлеміз, аның 7 дәрежесінің дәрежелерін азайтамыз деген сөз. Көбейтілген аның 2 дәрежесі. Аның қанша дәрежесі болады? Аның 5 дәрежесі, көбейтілген аның 2 дәрежесі болады, аның 7 дәрежесі шығады. Келесі тағы да жақшаның ішін бірінші орындалған. X-тің 5 қосылған 7 дәрежесі бөлінген X-тің 8 дәрежесі тең болады. Қанша болады? X-тің 12 дәрежесі бөлінген X-тің 8 дәрежесі тең болады. X-тің 12 азайтылған 8 дәрежесі қанша болады? X-тің 4 дәрежесінде. В-ның 12 дәрежесі бөлінген В-ның 4 қосылған 3 дәрежесі, В-ның 12 дәрежесі бөлінген В-ның 7 дәрежесі тең болады. В-ның 12 азайтылған 7 дәрежесі, В-ның қанша дәрежесі? 5 дәрежесін береді. 1/57 есеп. Мынандай бөлшек берілген. А натурал сан кез келген, осы аның кез келген мәнінде мына бөлшектің мәні натурал сан болатындығын дәлелдеңдер дейді. Қалай дәлелдейміз? N тең болсын 1-ге. Қанша болады сонда? 10-ның 1 дәрежесі азайтылған 1 бөлінген 9 қанша болады? 10, 1 дәрежесі 10 болады, оның азайтылған 1-ді 9 болады, 9 бөлінген 9 1 болады. Натурал сан ғой? Натурал сан. Келесі N тең 2 болсын. 10-ның 2 дәрежесі азайтылған 1 бөлінген 9 қанша болады? 100 азайтылған 1 бөлінген 9, 99 азайтылған 9 қанша болады? 11 болады. Бұл да натурал сан, солай ма? Келесі N тең 3 болсын. 10-ның 3 дәрежесі азайтылған 1 бөлінген 9 тең болады 1000 азайтылған 1 бөлінген 9 тең болады 999 бөлінген 9 111 болады. Бұл да натурал сан. Ары қарай жалғастыра берсеңіздер, тағы да осындай натурал сандар шыға береді. Осылай дәлелденеді. Яғни А-ның N-ның кез келген мәнінде бөлшектің мәні натурал сандар болады деген сөз. 1/59 есептеңіз. А-ның 2n дәрежесі А кіші, яғни теріс сан, негізі теріс сан, ал дәрежесі бүтін сан. 0-ге тең немесе оң сандар. Енді бізге сұрақ. А-ның 2n дәрежесі қай таңбасын анықтаңдар? А-ның 2n дәрежесінің таңбасын анықтаңдар. Қалай анықтаймыз? Яғни бізде дәрежеге байланысты таңба қалай анықталады? Теріс санның жұп дәрежесі оң сан болады, теріс санның тақ дәрежесі теріс сан болады. Яғни сол дәрежелердің қағидасына сүйенеміз. 2n деп тұрғанымыз бізде қандай дәреже? Кез келген сан 2-ге көбейтіліп тұр. Яғни ол жұп сан деген сөз. N-ның орнына тақ сан қойсаңызда, жұп сан қойсаңызда, 2n-ны 2-ге көбейтсеңіз, бұл жерде тек қана жұп сандар шығады. Сондықтан да А-ның 2n дәрежесі бізде оң сан. Неге? Дәреже бізде жұп. N-ның орнына, мына жерде N-ның кез келген санды қойыңыздар, мына жердегі тақты да жұпты да қойсаңыздар, бұл жерден біз бәрібір бізде жұп сан шығады. Жұп санның теріс санның жұп дәрежесі бізде әр кезде оң. Есебі А-ның 2n плюс 1 дәрежесі. Бұл жерде жағдай басқаша, плюс 1 қосылып тұр. Ол бізде тақ деген сөз. Яғни 2n бізде жұп сан болса, оған 1-ді қосып отыратын болса, онда бізде тек қана тақ сандар ғана шығып отырады. N орнына жұп санды да қойсаңыздар да, тақ санды да қойсаңыздар да, 2-ге көбейтесіздер, жұп сан аласыздар, 1-ге қосасыздар, тақ сан аласыздар. Сонда теріс санның тақ дәрежесі бізде әркез теріс сан шығады. Түсінікті ғой? Келесі 1/62 есеп, өрнектің мәнін табыңдар дейді. 125 дәреже түрін жазамыз, яғни 5-тің дәрежесі түрін жазамыз. Қанша болады? 5-тің 3 дәрежесі болады. Көбейтілген әріптерді, айнымалар сол күйінде жазып қоямыз. Бөлу минус 0,5-тің квадраты болады. М-ның 3 дәрежесі, П-ның 2 дәрежесі, бөлінген 5-тің квадраты М тең болады. Не істейміз енді? 5-тің 3 дәрежесі, солай ма жазып қоямыз. Бөлеміз ғой, бөлшектерін жазайық. 5-тің 3 дәрежесі 4, 5 бөлінген 0,2-ның 0,5-тің квадраты минус М-ның 3 дәрежесі П-ның квадраты бөлінген 5-ның квадраты М
болады. Не істейміз? М-нің 3 дәрежесі Н-нің 4 дәрежесімен қысқарады. Мына жерде 1 дәреже қалады да 4-тен 3 тасасынан 1 дәреже қалады. Мына П-нің квадраты мен П-нің 5 дәрежесі қысқарады. 5-тен 2-ні азайтамыз, мына жерде 3 дәреже қалады. Ал 0,5 деп тұрғанымыз бізде, бұл жерде 0,5 бізде 1 бөлінген 2 ғой. 1 бөлінген 2 бөлімі 2 мына бөлімде тұрғандықтан ол алымына айналып түседі. Яғни 2-нің квадраты болып шығады. Солай түсініңіздер мына бөлшектің бөлімінде бір қандай да бір сан тұрсын, да? Бөлімінде тағы да бөлшек тұратын болса, онда алымыз ол бөлімде қалады да, мына бөлімдегі 2 алымына шығады. Түсінікті ме? Дәл сол ережемен қазір біздің 2-міз айналып алымына келеді. Так, 5-тің 3 дәрежесі көбейтілген. Минусымызды тастамаймыз, мына минусты. 2-нің квадраты болып алымына түседі. 2-нің квадраты, М-нің 1 дәрежесі, П-нің 3 дәрежесі бөлінген 5-тің квадраты, М-П. Тең болады. Не істейміз енді? Бөлу тұр. Дәрежелерін азайтамыз. Негіздері бірдей. 5-тің 3 дәрежесі, 5-тің квадраты. Минус тастамаймыз, минус жүре береді. 5-тің 1 дәрежесі қалады. Көбейтілген 4 қалады, 2-нің квадраты. М бөлінген М ол бізде 1 болып кетеді. П-нің 3 дәрежесі, П-нің 1 дәрежесі, 3-тен 1-ді азайтамыз. П-нің 2 дәрежесі қалады. Сонда 20 көбейтілген П-нің квадраты қалады. Мінекей достар, дәрежеге арналған екінші видео сабағымыз осымен тамам. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар. Менің каналымнан алыстамаңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар. Жаңа видеоларды сіздерге хабарлап отырады.